Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді құймақтың рецебімен бөлісемін. Мен құймақты саңырауқұлақ пен үндік етін қосып орадым. Өте ерекше дәмді болып шықты. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, видеоны бағалап кетіңіздер. Мен өз каналымда тек қана ерекше рецептермен бөлісемін. Алдымен 2 дана жұмыртқаға 2 ас қасық қант және жарты шай қасық тұзды қосып, біркелкі массаға айналғанға дейін венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Осы массамызға 500 грамм айранды қосып, оны жақсылап араластырамыз. Артынан 1 шай қасық соданы және 300 грамм еленген ұнды қосып, жақсылап венчикпен біркелкі массаға айналғанға дейін, яғни ешқандай түйіршік қалмағанға дейін жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте осы массамызға 400 мл өте ыстық қайнап тұрған суды құйып, оны жақсылап араластырамыз. Барлығы біркелкі массаға айналуы тиіс. Осы заварное тестімен дайындалған құймақтар өте дәмді әрі әдемі болып шығады. Осы массамызға 3 ас қасық өсімдік майын қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Осымен біздің құймаққа арналған тестіміз дайын. Келесі кезекте құймағымызды пісіретін боламыз. Табамызды алдын ала майлап аламыз. Содан соң құймағымызды құйып, айналдыра отырып, екі жағын пісіріп аламыз. Менің табам 4 бұрышты үлкен болғандықтан мен бір шетіне ғана құймақты құйған болатынмын. Сіздер егер дөңгелек табаны қолдансаңыздар, онда барлығына құйып, табан ұстап отырып, айналдырып пісіріп аласыздар. Салмасын даярлаймыз. Ол үшін 1 дана пиязды 4 бұрышты етіп, майда етіп кесіп аламыз. Мен көк жуаны қолдандым, сіздер пиязды да қолдансаңыздар болады. 350 граммдай шампиньон саңырауқұлақтарын 4 бұрышты етіп, майдалап турап аламыз. «350 грамм үндік етін майдалап турап аламыз. Мен үндік етін қолдандым, сіздер тауық етін қолдансаңыздар болады. Шамамен 150 граммдай сырды үккіштен өткізіп, алдын ала дайындап қоямыз. Табаға өсімдік майын құйып, сақтап туралған пиязымызды аздап қызарғанға дейін 1-2 минут қуырып аламыз. Аздап қызарған пияздың үстіне шампиньон саңырауқұлақтарымызды қосып, оны шамамен 2-3 минут көлемінде араластырып отырып қуырамыз. Татымына қарай дәмдеуіштерді қосамыз. Мен қара бұрыш, тұз және кептірілген сарымсақты қостым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Содан соң сақтап туралған үндік етін немесе тауық етінің барлығын қосып, оны жақсылап араластырамыз. Содан соң табаның бетін жауып, ет піскенге дейін баяу отта ұстаймыз. Шамамен 15 минут көлемін алады. Әбден піскеннен соң табаның бетін ашып, суытып қоямыз. Суығаннан соң оған сырды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Салмасына сырды салу себебіміз, біз салмасын құймаққа салып, оны орағаннан соң дастарханға ұсынар алдында оны жылтып жібереміз. Сол кезде сыр еріп, барлығын біріктіріп, өте ерекше дәм береді. Дәл осы құймақтарды сіздер салмасын салып, оны орап, морозильникте сақтасаңыздар болады. Ол бірнеше аптаға дейін тұра береді. Дастарханға ұсынардың алдында міндетті түрде холодильникте ертеміз. Содан соң оны духовкада немесе микроволновкада жылытып ұсынасыздар.
Осы самсаны қонаққа дастархан әзірлеу барысында теплая закуска ретінде ұсынсаңыздар өте дәмді кетеді. Менің каналымда ерекше рецептер жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоны бағалап, қоңырауды басып қойыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.